Дәрумендер адам ағзасына өте қажет. Олардың бір бөлігін ағзаның өзі синтездесе, қалғанын тағамдардан алады. Ал дұрыс тамақтанбау көздің атқаратын қызметін де нашарлатады. Дәрумендер қызметіне қарай бөлінеді. Бір бөлігі қан айналымы жүйесін жақсартады, енді бір бөлігі сүйекті қатайтады деген пікір қате пікір. Олар ағзаға кешенді түрде қажет. Тек кейбірінің ғана адамның көзі сияқты нәзік ағзаларына пайдасы мол. Оларға А, Б, С, Е тобындағы дәрумендер жатады. Ассаламу алейкум, қадірлі көрермендер. Біздің арнаға тіркеліп, қолдау берулеріңізді сұраймыз. Осы айдың соңына дейін 5000 оқырман жинауға жәрдемдесіңіздер. Көзге арналған дәрумендер қандай өнімдерде болады? Ең бірінші А дәрумені, яғни ретинол. Ол бойды өсіріп, жаңа жасуша түзілуіне септігін тигізеді. Иммунитетті жақсартады. Бұл дәрумен адамның көру қабілеті үшін өте қажет. Сондай-ақ ол түнде көру қызметін де жақсартады. Егер ағзаға А дәрумені жетіспесе, адам түстерді ажырата алмай қалады. Түнде көруі нашарлап, көз құрғайды. Конъюнктивит ауруы пайда болуы мүмкін. А дәрумені мына өнімдерде болады. Аскөк, майлы балық, қызыл сәбіз, шетен, асқабақ, қара өрік, сары май, сүзбе, сүт, бауыр және кілегей. Екінші С дәрумені. Бұл дәрумен ағзада бірнеше функцияны атқарады. Коллаген синтезі тотығу-тотықсыздану реакциясына қатысып, қан ұюын қалпына келтіреді. С дәрумені катаракта ауруының алдын алады. Сондай-ақ көз іші қысымын реттейді. Дәрумен жидектерде, цитрустерде, жасыл алмада, қырыққабатта, болгар бұрышында болады. Үшінші Е дәрумені. Бұл дәрумен катарактының алдын алады. Сонымен қатар, ағза диабетке шалдыққан кезде адамның көру мүшесіне қолдау көрсетеді. Е дәрумені қан ұюын реттеуге, ақуыз алмасуына, қан айналымына қатысады. Бұл дәрумен өсімдік өнімдерінде кездеседі. Күнбағыс, бүргін, зәйтүн, сығыр, жүгері және тағы да басқа майларда кездеседі. Дегенмен, аз мөлшерде етте, бүйректе, сүт пен жұмыртқада да болады. Б дәрумендер тобы. Бұл дәрумендер энергия өндіруге қатысып, тыныс алуды реттейді. Сондай-ақ жүйкенің қызметін жақсартады. Егер ағзада Б дәрумендер тобы жетіспесе, көздің көру қабілеті төмендейді. Б1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 дәрумендер бұршақ тұқымдастар, жаңғақтар, бауыр, сүт өнімдері, ет, жұмыртқа, саңырауқұлақ, дәнді дақылдар, көкөністер, жұмыртқа мен балықта кездеседі. Енді біздің ұсынғалы отырған аскөкпен дайындалатын табиғи сусынды қабыл алыңыздар. Ол сусынның рецептісін қажетті қағазыңызға жазып алыңыз, себебі ол сізге келешекте қажет болады. Бір ас қасық үгітілген аскөктің тұқымына 1 стақан қайнаған су құйып 2-3 сағатқа қалдырамыз. Бұл тұнбаны жылы кезінде ішу қажет. Және әр тамақ ішкен сайын алдына жарты стаканнан ішіп отырған жөн. 1 қасық аскөк дәндерін және аскөктің өзін 10 минут қайнатып, 200 мл су құйып, оны тұндырып ішкен пайдалы болады. Құрметті көрермен, егер біздің арнамыз сізге пайдалы танымдық ақпарат сыйлайтын болса, каналға тіркеліп,